Құрметті көрермен, бүгінгі қозғалып отырған тақырып қазақ халқы үшін ашық айту ыңғайсыздау болып көрінгенімен, арнаның негізгі тақырыбы денсаулық болғасын шығаруды жөн көрдім. Жалпы жыныстық қатынас жұптық өмірдің бір бөлшегі. Жыныстық қатынастың да шегі болады. Яғни ол шамадан тыс көп те, аз да болмауы керек. Жыныстық қатынассыз адам қаншалықты ұзақ уақыт жүре алады және оның адам ағзасына қандай әсері бар? Ғалымдар жыныстық қатынасқа жетісу денсаулыққа пайдалы екенін баяғыдан ақ дәлелдеп берген. Десе де ел арасында төсек қатынасына жетіспейтін әйелдер ерте қартайса, ер адамдар көптеген ауруларға ұшырайды деген түсінік қалыптасқан. Аталған тұжырым қаншалықты рас? Бүгінгі материалда осы туралы кеңірек баяндалады. Ең алдымен төсек қатынасының ер мен әйел денсаулығына оң әсеріне тоқталып өтсек. Бір күндік оргазм дәрігерге бір барудың орнын ауыстырады. Ғалымдардың айтуынша, бір күндік ләззат дәрігерге бір қаралудың орнын толықтыратын көрінеді. Оргазм мидың жұмысын жақсартады. Төсек қатынасы мидың жұмысын жақсартуға да септігін тигізеді екен. МРТ көрсеткендей, махаббат ләззатын алғанда мидың екі жарты бөлігі де қарқынды жұмыс істейді. Төсек қатынасы жақсы антидепрессант. Нейробиолог Дэвид Линден үлкен зерттеу жасап, секс тәуелділік әсерін қалдыратынын дәлелдеген. Тағы да ол сіздің тыныш әрі тәтті ұйықтауыңыздың кепілі. Төсек қатынасы иммунитетті жоғарылатады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, төсек қатынасы ағзадағы А иммуноглобулинін жоғарылатады. Жыныстық қатынас бас ауруынан арылтады. Оңтүстік Иллинойс университетінің зерттеушілері төсек қатынастан ләззат алған сәтте бас ауруы да жазылып кететінін анықтаған. Секс калорий құртудың таптырмас жолы. Жыныстық қатынас денеге түсетін ауырлықтың бір түрі. Үнемі жыныстық қатынасқа түсу арқылы сіз өз денеңіздің сымбатын бір қалыпты етіп ұстай аласыз. Жарты сағаттық төсек қатынасы 85 килокалорий жояды екен. Төсек қатынасының тері денсаулығына да оң әсері бар. Британдық косметолог-дерматологы Мэрвина Петерсонның зерттеуі әйел адамның терісі ләззат алған сайын жақсарып, сұлулана түсетіндігін көрсеткен. Оргазм инфарктқа қарсы дәрі. Израиль ғалымдары төсек қатынасы жүрек қан тамырларының қызметін жақсартып, инфарктқа қарсы дәрінің қызметін атқаратынын дәлелдеп берген. Төсек қатынасы көңіл күйді көтереді. Таңғы төсек қатынасы көңіл күйді жақсартып, таңғы кофеден артық әсер етеді. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға үлкен шабыт береді. Енді жыныстық қатынастың болмауы немесе сирек болуы ер мен әйел денсаулығына қалай әсер ететініне тоқталып өтсек. Егер әйел адам ұзақ уақыт бойы жыныстық қатынасқа түспесе, онда оның денсаулығына қандай да бір қауіп төнбейді және оның ұрпақ өрбіту қызметіне де еш өзгеріс болмайды. Аналық бездердің жұмысына жыныстық қатынас әсер етпейді. Сол себепті әйел ағзасында гормонға қатысты теңгерімсіздік байқалмайтын болады. Сонымен бірге ол уақытынан бұрын қартаймайды. Ал енді ерлердің денсаулығы үшін төсек қатынасының болмауы немесе сирек болуы кері әсерін тигізеді. Өйткені ер адамның ағзасы үнемі сперматозоидтарды өндіріп тұрады. Сондықтан ұзақ уақыт жыныстық қатынас болмағанда ағзадағы сперматозоидтар асып кетеді. Ағза өз бойынан артып кеткен сперматозоидтармен күресе бастайды. Мұның салдары түнгі уақыттарда шәует сыртқа бөлініп кететін болады. Сонымен қатар жүйке жүйесі бұзылып, эротикалық түстер көріп, тестостеронның шамадан артық бөлінуіне байланысты ол агрессивті, ашуланшақ бола бастайды. Тіпті мұның соңы психозға дейін апаруы мүмкін. Жыныстық қатынас болмаған еркектерді тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін жетуі ықтимал. Депрессияға ұшырап, кіші жамбас қуысында қан айналым болмағандықтан импотенция даму қаупі басымырақ. Ағза сперматозоидты өндірді, ол көбейе берді, бірақ сыртқа шықпайды. Одан кейін ағза басқа әдіске көшеді. Яғни ағза сперматозоидты өндіруді азайта бастайды. Біртіндеп ол қызметін тоқтатады. Содан ер адам белсіз болып қалуы ауруға душар болады. Сондықтан жыныстық қатынаста мөлшермен болғаны дұрыс. Қасыңыздағы өмірлік серігіңізді жақсы көрсеңіз, басым ауырып тұр деген сылтауды жиі айтпаңыз. Жыныстық қатынасқа қаншалықты жиі түсу керек? Жыныстық қатынасқа қаншалықты жиі түсу керектігі адамның жасы мен оның денсаулығына тікелей байланысты. Мәселен, ер адам жас болған сайын ондағы тестостерон мөлшері көп болады. Сол себепті жыныстық қатынасқа түсуге қатысты төмендегі кеңестерді назарға ұсынамыз.
20-29 жас аралығында жыныстық қатынасқа күн сайын немесе 2 күнде бір түсу қалыпты жағдай болып есептеледі. 30-50 жас аралығында аптасына 2-3 рет төсек қатынасына түсу жеткілікті болып есептеледі. 50 жастан асқан жандарға аптасына 1-2 рет жыныстық қатынасқа түсуге кеңес береміз. Сондықтан жыныстық қатынаста мөлшермен болғаны дұрыс. Ол шамадан тыс көп те болмауы керек, шамадан тыс аз да болмауы тиіс. Сөз соңында айтарымыз әр нәрсе өз орнымен. Демекші, төсек қатынасына қатысты арнайы қағидалар барын естен шығармағандарыңыз абзал. Сіздермен бірге болған Дертке ем арнасы. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар. Әр күніңіз ләззатқа толы болсын.